Сәлем достар, сізбен бүгін Райка және бүгінгі видеода мен топ 10 сұраққа жауап беретін боламын. Мына жерде менде сұрақтар. Бұл кәдімгі дәптер. Қазір мен соған жауап беремін. Кеттік достар. Бірінші сұрақ. Менің жаңа подписчиктарым білмегенсін, олар сондай сұрақтар қояды. Бірінші сұрақ. Нешедесің? Мен 13-темін. Мен туған күнім 16 шілде 2009 жылы туылдым. Екінші сұрақ. Кім болғың келеді дейді. Мен өскенде екі профессия алғым келеді. Біріншісі ол дәстүрлі әнші боламын, ал екіншісін әлі білмеймін. Болашақта әлі шешілмеді. Үшінші сұрақ. Қай мектепте сыныпта оқисың дейді. Мен номер 4-ші Жамбыл Жабаев гимназия мектебінде оқимын. Және 7-ші сыныпқа көштім. Биыл 7-ші сынып болады. Төртінші сұрақ. Арманың қандай дейді. Негізінде арманы айтуға болмайды. Әйтпесе орындай қалмайды дейді. Менің арманым негізінде мен өзімнің заветті мечтамды айтпаймын. Әйтпесе орындамай қалады. Менің жай дегенде арманым ол iPhone X, iPhone 11, ноутбук и кольцевая лампа на штативпен. Бірақ мен қазір штативті түсіріп жатырмын. Бірақ көксе келе сондай алатын кішкентай мечта болады и үй алуға. Трехкомнатный. Бесінші сұрақ. Сен неше сантиметр? Достар, мен қазір өлшенбедім, бірақ мен бұған дейін мен 1 метр 63 сантиметр болдым. Қазір мен 1,65, может быть, білмеймін, өлшеуге керек еді. 6-шы сұрақ. Штативті қайдан алдың? Бұл өте распространенный сұрақ. Штативті қайдан алдың? Достар, мен штативті Samsung Астана деген инстаграмнан алдым. Соған жазыңыздар, сол жерде бар штатив. Бұл 4 сантиметр штатив. 1 метрге дейін ұзартылады. Samsung Астана деген қараңыздар, ол Астанада бейбітшілік 48-де барлық адресі сол инстаграмда жазылып тұр. Келесі сұрақ достар, 7-ші сұрақ. Жігітің бар ма дейді. Мен жігітім болған. Бірақ бұл прям отношения болған жоқ. Жай бит жүрдікті, бірақ болмады достар, өкінішке орай. Жігітім де жоқ қазір. Бірақ мен жігітті 16 жастан бастап іздеймін деп қоямын. Достар. Так, 8-ші сұрақ. Неге музыкальный канал ашпайсың дейді. Мен планирую. Білмеймін қашан ашам, бірақ ертең или бір апта кейін содан кейін ашам. Сонда мен тек қана домбырамен пианино ойнаймын. Сол жерге саламын. Мен сізге оны инстаграмға айтамын, қашан мен ашамын, және аты қандай болады, және и так далее. Мен домбырамен үйретемін, ойнаймын әндерді, және пианиномен өзім үйретемін. Вряд ли мен пианиномен үйретемін, бірақ мен пианиномен ойнап берген просто үйренгенімше, бірақ мен пианинода көп ойнамаймын. Тек қана домбырада специалист сияқты ойнаймын. Мен себебі домбырада 5 жыл оқып шықтым. 5 жыл оқып шықтым, диплом алдым, қызыл диплом алдым, Құдайға шүкір. Енді тағы бір арманымға түсу керек, соған түсу керек. Қатты соны тілеймін, соны бұйырсын деймін да. Мен 6-шы сынып қатарымен оқимын. 6-шы сынып домбырамен. Өкінішке орай 7-ші және 8-ші сынып болмайды екен домбырада оқуға келіп тұрып
Ал 9-шы сыныпта мен тапсырамын экзаменін. Міне, келесі сұрақ, достар. 9-шы сұрақ. TikTok лайки бар ма дейді. Менің TikTok-на лайким бар, бірақ мен лайкта көп түсірмеймін. Вообще түсірмеймін. Ну, негізіне түсіремін. Барып қарасаңыздар болады, Нұрай Бауыржан, по-моему, іздеп көріңдер. Мен фотом тұрады, және менде 316 ма солай подписчик лайкта. Себебі лайкта өте көп адамдар зарегистрировать етсе, және өте көп лайкта. Міне TikTok. Ал TikTok менде бар, қазір мен аптасына 5 видео саламын. Сондықтан TikTokқа Нұрайға ННОРРААИККАА деп жазылып тұрды. Мына жерде жазылып тұрады. Менің TikTok аккаунтым, мына жерде менің лайк аккаунтым жазылып тұрады. Сол подписаться етсеңіздер болады. Көбінесе TikTokқа подписаться етіңіздер. Қатты қалаймын. Ал лайкты мен вообще түсірмеймін, мен уже қызық емес болып қалды. Маған лайк, маған TikTok ұнайды. Міне, достар, келесі сұрақ, 10-шы сұрақ. Любимый блогерім кім дейді? Менің любимый блогерларым өте көп. Әсіресе орысша блогерлар. Ол популярный ғой енді. Міне, менің бірінші любимый блогерім LED. Білесіздер оны. Көбісі сосын тағы Эдисон деген ол Майнкрафтер. Мен де Майнкрафт ойнаймын. Қыз болғансын енді. Ол қыздар да ойнайды. Сондықтан тағы да бір блогерім Маша Зум. Тағы ұмытқам, мына жерде осы шақтарда және осы шақтарда тағы блогерлардың аттары шығады. Қайсыларды мен жақсы көремін, мен толық білмеймін. Кімді жақсы көремін. Сол. Міне мен, достар, мен 10 сұрақтарға жауап бердім. Енді тағы да осындай вопрос-ответ, сұрақ-жауап түсіргілерім келсе, онда мен каналымда 20, осы видеоның астына 20 лайк болсын. Сонда мен сұрақ-жауап екінші частын түсіремін. Сіздермен болған Нұрайка. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Және қоңырау басып кетіңіздер. Мені видеомды пропустить етпеу үшін деп орысшаны беріп қоямыз. Пока, достар.